Сөйтіп үйіне 15 күн қонақ қылып жатқызып, кетерінде астына ат мінгізіп, түйелерін жүктеп, енді қазақша айтқанда енді көйлектен бар шай шекерін беріп қайтарған екен дейді. Сонда өнердің құдіреті сол. Енді ел халық содан кейін ойпырмай Қазанғап Үсен-Төрені жеңіп келіпті. Қазанғап Үсен-Төремен күй тартысыпты. Қазанғаптың өнерін мойындап, кәдімгі астына ат мінгізіп, түйелерін жүктеп, сөйтіп қайтарыпты деп ел кәдімгі ду ете қапты дейді. Ол енді шынында ол Қазанғап күй тартысып, не оны жеңейін деп, не күй асырайын деп барған адам емес қой. Тек сәлем берейін деп барған адам. Сол Қазанғап өмір бойы сол Үсен-Төрені ұстаз тұтып кеткен адам. Сол үйінде жатып көптеген күйлер үйренген Үсен-Төреден. Екеуі үлкен өнер жәрмеңкесін құрған адам. Қазанғап атаның шоқтығы бей күйлерінің біреуі осы Ақжелеңдер топтамасынан шығатын Домалатпай Ақжелең деген күй. Қолыңыз шаршап қалмасаға осы Домалатпай Ақжелеңді тартып жіберсеңіз. ес білгелі кішкентайымыздан сол Қазанғап күйлерін естідік. Қазанғап күйлерін атам Райымберген, Жөлекенов Райымберген деген атам тартқан еді. Ол Райымберген Қазанғаптың қасында жүріп күйлерін үйренген адам. Соған шәкірт болған. Содан кішкентайымыздан енді үйде бүкіл әнші, күйші, жыршылар жиналатын. Сол кейде сол домбыраның үнімен қонақтың арасында ұйықтап та қалатынбыз. Сондықтан адам өзінің кішкентайынан бойына не сіңсе, сол өмір бойы қалады екен ғой. Сол ес біле келе 3-4-5 жасқа келе бастаған кезінде жайлап қолға домбыра ұстадық. Сол тізесіне қойып, атамыз сол Қазанғаптың күйлерін үйрететін. Оның бер жағында әкем Ысқақ, ода мынау облысқа белгілі күйші, педагог,
Ақтөбедегі мынау педагогикалық колледжде өмір бойы сабақ берді. Міне содан Қазанғаптың күйлері сіңісті болып, кейін осы өнер жолын жалғастырып, Алматыға келіп консерваторияға түскеннен кейін көптеген күйлер беймәлім екен. Қазанғаптың осы жерде Сәдуақас Балмағамбетов дейтін ағамыз болды. Ол кісіге көп тартадым. Сосын магнитофонымды арқалап, сол студент, ол кезде мына ұлттық санаға бір сондай бір құлшыныс бар. Елге барып, сол күйшілерді кездесіп, сол көзі тірісілер кімдер бар екен деп солар жинастыра бастадық. Сөйтіп мынау Бақыт Басқараев деген, Ізбасар Ильясов, сосын ар жағында Келбет деген Тілеулин ақсақал болды. О да Қазанғаптан үйренген, бірақ мен барған кезімде енді көп жылдар бойы шешектен көзі көрмей қалған екен. Сол кісіден барып біраз күйлерін жазып әңгімелестік. Жұмабай қарт, әйтеуір не керек, көзі тірі Қазанғаптың күйлерін білет деген адамдардың бәрін аралап жүріп, сол күйлерін үйрендік. Содан бастап не Қазанғаптың күйлері бізге сіңісті болып қалды. 84 жыл Ақжелең деген атпен осы Қазанғаптың күйлерінің кітабын шығарып, сол жазып шығарғам. Сол консерватория бітіргеннен кейін.